Қыздар, біз ойыншығымыздың құлағын тоқимыз. Ол үшін кольцо ілмек үрейме бойынша, яғни ілмек аламыз. Жібімізді осылай дөңгелетіп аламыз. Мына жерінен былай ұстаймыз. Ешқандай күрчегімізді алып, осы кольцоның ортасынан мына жіпті іліп аламыз. Және мына үшінші саусақпен, бас бармақпен қысып отырып, сұқ саусаққа мына жібімізді ілеміз. Сосын ілмек аламыз. Біреу, екеу, міне ілмек алдық. Тағы сұқ саусағымызға дағы жіпті күрчекке іліп алдық та, сөйтіп үшінші ілмек, төртінші. Бұл столбик без накид деп аталады, яғни ешқандай қосымша ілмексіз тоқылады. Төртеу, бір, екі, үш, төрт. Бесеу, алтау. Міне, алтауын тоқыдық. Мына жібімізді тартамыз. Тартқан соң мына жердегі бірінші ілмек тұр ғой. Содан күрчегімізді кіргізіп, сұқ саусақтағы жіпті іліп аламыз да, жаңағыдай қылып тоқымаймыз. Осы іліп алған ілмекті сразу мына ілмектің ішінен өткізіп шығарып аламыз. Сол кезде осы жер бірігеді. Дөңгелетеміз да, қатты тартамыз. Сол кезде мына ортада бізде домалақ ілмектер пайда болды. Енді биіктікке бір ілмек аламыз. Тура осы осы ілмектің түбінен, енді осы бір ілмек, мына жерде 6 ілмек алдық қой. Енді осыны әр қайсынан 2 ілмек тоқу арқылы 12 ілмекке көбейтеміз. Екінші қатарда. Тура түбінен ілмек іліп алдық. Столбик без накид тоқимыз. Біреу, тағы біреу, міне екеу болды. Үшеу, төртеу. Яғни біз ілмектерді көбейтіп жатырмыз. Бұл жерде прибавка деп аталады. Бір ілмектен 2 ілмек тоқу. Бесеу, алтау, жетеу, сегіз, санап алайық. Бұл жерде екеу, төртеу, 6, 8, 10, 12. Міне 12 болды. Мына соңғы ілмек мына жерден алмаймыз. Сіздерге солай көрініп тұрған шығар. Мына соңғы ілмекті біріктіреміз. Бұл бізде ортада осындай кішкене ілмек сияқты жүреді. Тағы осындай іліп аламыз да, осы іліп алған ілмегімізді тоқып келген ілмектің ортасына өткізіп, осы қатарды аяқтаймыз. Және биіктікке бір ілмек тоқимыз. Бұл бір ілмек ортадағы ешқандай ілмек санына қосылмайды, жай ғана қатарды біріктіруші болып тұрады. Екінші қатар, міне, бірінші қатарда 6 ілмек болды, екінші қатарда 12 ілмек, үшінші қатарда енді 18 ілмек болады. Ол үшін бір ілмек тоқимыз, екінші ілмекте
прибавка жасаймыз, яғни бір ілмектен екі ілмекті оқимыз. Міне. Біреу тоқыдық. Келесі ілмектен екі ілмекті оқимыз. Біреу, екеу. Сонда бізде үш ілмек болды. Келесіден бір ілмек. Одан кейін екі ілмекті оқимыз. Біреу, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Міне. Және мына бірінші ілмекті біріктіреміз, осы қатарды аяқтаймыз. Шығарып алдық. Осы жіпті биіктікке біреу тоқимыз. Міне. Үшінші қатарымыз 18 ілмектен аяқталды. Енді төртінші және бесінші, алтыншы үш қатарды дәл осылай тек 18 ілмекті бір ілмектен тоқимыз. Яғни ешқандай ілмек қоспай тоқимыз. Бір. Әр ілмектен бір ілмекті дәл өздеріне тоқимыз. Ешқандай артық, жаңағыдай бір ілмектен екі ілмек шығарып қоспаймыз. 1, 2, 3, 4. Мына 18 болды. Енді 5-ші, 6-ші қатарды дәл осылай тоқып шығамыз. Ешқандай ілмек қоспай тоққандықтан мынау кішкене дөңгеленіп құлақтың формасына шығып жатыр. Алтыншы қатарда біттік. Енді 7-ші қатарда қысқартамыз ілмектерді. Іліп алдық. Бірінші убавка дейді, яғни қысқарту үшін міне. Қараңыздар. Мынау бізде ілмекке былай бидай сияқты өріліп тұрған. Сол жерден мына бірінші ғана ілмегін ілеміз. Және екінші ілмектің дәл сондай бірінші бергі бөлігін іліп аламыздан сұқ саусақтағы жіпті іліп шығарамыз. Сөйтіп оны тоқимыз. Сол кезде мына жерде бізде екі ілмек бір ілмекке қысқарды. Одан кейін 7 ілмек тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төрт, 5, 6, 7. Содан соң тағы убавка жасаймыз, яғни ілмек қысқартамыз. Міне, біз тоққан кезде былай екі бидай сияқты өрілген қылып тоқимыз ғой, бұл қысқартқан кезде ілмектердің міне бергі бөлігін аламыз тек, және айналдырып екінші ілмектің бергі бөлігін аламыз. Былай ілмегімізді өткізіп қысқартамыз. Міне, 1, 2 ілмек бізде бір ілмекке қысқарды.
Одан кейін келесі ілмекті тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 және ілмекті біріктіреміз. Осы қатарымызды аяқтаймыз. Биіктігіне біреу тоқимыз. Көрдіңіздер ме, бізде дөңгеленіп форма шығып жатыр. Енді 8-ші, 9-ші қатарда осы 16 ілмекке қысқарды біздің 18 ілмегіміз. Енді осы 8-ші, 9-ші қатарда ешқандай өзгеріссіз 16 ілмек тоқимыз. Сегізінші, 9-ші қатарды тоқыдық. Енді 10-ші қатарда тағы ілмекті қысқартамыз. Бізде 16 ілмек, енді оны 14 ілмекке қысқартамыз. Міне. Біздің түбінен аламыз біреуін және екеу. Біреу. Енді одан қысқартқаннан кейін 6 ілмек тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, 4, 5, 6. Одан кейін қысқартамыз. Міне. Біреуін алдық. Келесі ілмектен бір ілмегін алдық. Тігіземіз, қысқартамыз. Міне ортада 2 ілмек қысқарды. Одан кейінгі ілмектен қайтадан 6 ілмек тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, 4, 5, 6. Және осы қатарда біріктіреміз. 14 ілмекке қысқарды. Енді осы 11-ші қатардан бастап 16-ші қатарға дейін, яғни 6 қатар 14 ілмекті ешқандай өзгеріссіз тоқып шығамыз. Мына 16-ші қатарды бітірдік. Енді осы жерден ілмегімізді өткізіп, кішкене бөлік қалдырып қиямыз. Яғни біз құлағымызды тіккен кезде бізге қосымша жіп қажет болады. Біздің құлағымыз шықты. Енді дәл осы схемамен екінші құлағын тоқисыздар.